Естай, неге мен брошный зданиеға алып келдің? Не мынау? Төрт жағында бір бетон. Брошный здание деп тұрсың ба сен? Иә? Ей, бұл брошный зданиеде адамдар тұрады бесін ба? Осы жерде ма? Тұрады осында. Сенбейсің ғой. Жүр, көрсетейін. Қарашы Неке. Не байқадың? Ей, крича деген вообще атымен жоқ. Мына қарашы, жүрші. Есігін қарашы. Жамап, әйтеуір бірдеңелерден картоннан құрастырған. Ішке жүрсің. Ішке жүр. Үйге тұруға болмайды баламен. Тұруға болмайды дейді баламен. Суықтайды олай. Суықтайды, ауырады. Қарашы, асты бетон ғой. Мына жерде аяқты қойып отыр, бірақ ұялғандық себебі аяқ киме отыратын нәрсе. Бірақ мүмкін емес мына жерде тұр себебі төрт баланың анасы осы үйде қазір. Темірді жинап алып келгем. Темір жинап мына жаққа қойып жатырмын. Егер көбірек болса оны өткізіп сатып кішкене болса үйге тамақ қылмақ алайын деп отырмын. Просто өзімді әрең ұстаймын ғой, мен өзімді әшейін. Просто білдірмеймін мен жылағанымды. Әйел болсам да өзімді мықты ұстап отырамын. Мұнда төрт баласы тұру керек еді, бірақ баласын интернет тапсырды себебі мұнда жас баланың өзі емес, үлкен баланың өзі өмір сүре алмайды. Сау адам өзі ауру болады. Сол үшін анамызды қуантайықшы иншалла. Алла қаласа. Апай, сіз үй алып берсек, балаңыз қолыңызға аласыз ғой? Өзім қолыма аламын. Міне көрдіңіздер ме, иншалла төрт бала өзінің анасымен тұрсыншы. Соған иншалла баршамыз үлескер болып, осы видеоны таратып, Алланың садаға береміз иншалла. Біздің төмен реквизиттер. Тым болмағанда, Естай, сол видеороликті таратуына себепші болыңызшы.